санды таңда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ендеше хаттарды ашып оқиын. Бірінші осы. Егер сен бір деген санды таңдасаң, қазір ішін оқиық. Сен бәрін ұмыттым деп ойлайсың ба? Кейбір естеліктер өшпейді, тек дұрыс сәтті күтеді. Келесін таңдап көрейік. Қандай хат келді екен? Егер сен 5 деген санды таңдасаң, 5. Бәрі бітті деп ойладың ба? Әлі басталған жоқ. Келесін таңдап көрейік. Келесі қандай екен? Егер сен 12 деген санды таңдасаң, ендеше сен өтірік айттың, бірақ сенгендер кінәлі емес, себебі олар сені жақсы көрді. Келесі. Егер сен 10 деген санды таңдасаң, өтірік ең әдемі маска, бірақ маска мәңгі тұрмайды. Келесі. Егер сен 7 деген санды таңдасаң, достарыңа сенбе, кейде ең тәтті сөз ең қауіпті пышақ. Бұл атыстағы соңғы хат. Алты. Егер сен 6 деген санды таңдасаң, сен қашсаң да көлеңкең менімен бірге. Енді қайда барасың? Енді екінші атысты ашып көрейік. Екінші атыстағы хаттарды ашып көрейік.
Аңдайсың ба? Телефондағы соңғы хабарлама бәрін айтып тұр. Келесі сөзімізде. Егер сен 2 деген санды таңдасаң, бүгін күлдің, бірақ мен неге күлгенімді білем. Басқалар білсе не дер еді? Бұл атыстағы соңғы хатым. Егер сен 9 деген санды таңдасаң, 9. Сенің күнделігіңді оқып шықтым. Тек бір сұрақ. Оны кімге арнадың? Енді 3-ші атыс. Егер сен 14 деген санды таңдасаң, сендер бәрін әдемі өтірікшілерсіз. Күліп тұрып алдайсыңдар, бірақ көздерін бәрін айтып тұр. Келесі. Егер сен 8 деген санды таңдасаң, сенің жүрегің жақсы, бірақ өтірігің одан да жақсырақ. Егер сен 11 деген санды таңдасаң, сен өтірік айттың, мен сені кешірдім, бірақ енді сен өзіңе сенбей жүрсің